тұңғыш рет елдің мәдени өміріндегі сенсациялық ақпараттар мен елді елең еткізер оқиғаларды Жанболат Найзабек баяндайды. Айта берсін, назарыңыз бізде болсын. Айтатын әңгіме көп. Көзі қырағы көрермен, ешкіммен бөліспеген сырлар. Өнер жұлдыздарының жер астындағы құпияларын біз шығардық. Ассалаумағалейкум. Эфирде мен, Жанболат. Айта берсін. Эксклюзив. Араққа жоламаңдар. Мақпал Жүнісова некені бұзатын жайттарды атады. Үйге кеш келеді, үйге қонбайды. Сосын енді арақ ішіп алған адам. 91 тобы күйеу бала болуға асық. Таңдауы кімге түсті? Кішпейіл және махаббатқа толы адамдар. Тойшыл қауым тойбастарға не таратып жүр? Ән айтып тартып беремін. Ғани ұсталды. Оқиғаның мән жайы қандай? Неғыласың? Бұл туралы сұрама деп айттым ғой мен саған, Жанболат. Халық ақыны Мұхтар Шаханов хайп қуған әншілерге шүйлікті. Әнді берді, қатын деген. Тыңдаудың өзі ұят. Дау туғызған әннің орындаушысы істі неге жылы жауып қойды? Ерсілік бар деп ойламаймын. Қазақтың ол төл сөзі. Продюсер әншіге тісін қайрап отыр. Батырлар ұранын айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа кесек сіздікі. Иә. Италиялық келінді қазақиландыру ісі немен аяқталды? Жұбаныш Шексеннің ұлының эксклюзивті сұхбаты. Мен маймылға үйленген жоқпын ойлы бір. Жаңағы орангутанға үйленген жоқпын. Аспандағы айда жылжытып жүрген 91 тобының фанатсыз ба? Ендеше құлағыңызға бриллиант сырға. Жігіттерді сындыру үшін кем дегенде астыңызда бір көлік болу керек екен. Көлігінес құдай-ау, адам кредитін жаба алмай жүрген кезде. Өздері біледі. Айтса айта берсін. Бір кездері орда тобымен аты шыққан Ерболат Беделхан той бизнестен көрі шоу-бизнес арқылы табысын еселеген. Ерекеңнің пәрменімен құрылған 91 тобы қоғамда керғар пікірге ие болса да, топ әншілері аузын айға білеген әртістер санатында. Кю-поп деген бөлек жанр емес, кю-поп деген тек толқын. Шетелден келген сүт мәдениетке қазақы тыңдарманның құлағы үйренді. Ел ағалары сырға тағып ән салған жігіттерді қанша сынағанымен еліктеуге үйір келетін жастар жағы топтың шығармашылығын жоғары бағалайды. Ресми емес мәлімет бойынша 91-ның бір кештен табатын ақшасы 4 миллион теңгеден асып жығылады екен. Иглздардың кейбір моменттері болған, яғни сахнаға шығып кету сияқты. Тіпті 91 десе ішкен асын жерге қоятын жанкүйерлері баршылық. Өздеріне Eagles деп айдар таққан фанаттарға эксклюзивті ақпарат бар. Ол туралы сәл кейінірек. Ал олай болса, құрметті менің көрермендерім, қаланың ортасынан тойдың ортасына кеттік. Бүгін мен тағы да бір мәселені көтерейін деп тұрмын. Қызық болады. Кеттік. Құрметті көрермендер, мен тойдамын айдары әдеттегідей Жанболат Найзабековпен бүгінгі тойдағы тақырып тойбастар жөнінде қозғайтын боламыз. Бүгін Бану деген қарындасымызды ұзатып жатырмыз. Ендеше тойдамашалай ағайын. Тойбастарға бал берген дұрыс. Өмір балсыз, өмірісі балдай тәтті болсын деп бал қойдық. Бұл бал, мысалы, керек емес заттардан пайдалы. Үйге апарып лақтырып тастамаймыз. Бұны таңертең настроениемен әдемі шай ішеміз. Апа, бірдеңе айтайыншы сізге. Не бол, не айт. Идея келді. Не ол? Идея деген ол кез келген адамның басына аяқ асты келетін, фук тығылатын ой. Жас келінді салуға жалықпайдай, қалелилилай-лалай. Тойбастар деген бұрын осы ауызбіршілікке әкеліп шашатын шашу еді. Ендігі тойыңа жалғасын деп айтып осындай болып істеді.
Тойбастар деген ол тойдың басы деген ниетпен келген халыққа тойбастар таратады. Әркім өзінің жағдайына қарай той жасайды. Тойбастар болсын болмасын, той көп болсын деген ниеттеміз, тілектеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі апта менімен тойға келіңіздер тағы да. Бұл елге танымал әнші Жұбаныш Жексеннің ұлы, сахнадағы бүркеніш есімі Абик. Бүгінде ол әке жолын қуып той-томалаққа шығып нәпақасын тауып жүр. Бірнеше әндер шығып жатыр. Біраз жұмыстар, оның әлі әзірге біразы шыққан жоқ. Түзі жолдармен заула, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Айта кетейік, Абик білімін Италияда шыңдап келді. Жер көлемі етікке құсайтын елден сері білім алып қана қоймай, жүрегінде бүтіндеп қайтқан еді. Осылай мен пешенеме жазылған деп ойлаймын. Өйткені қаншама одан да алдын қазақ қыздары болды. Ешқайсысымен енді болмады ешқандай жаңағы. Енді ол өздерінің өмірі. Себебі менің арамда құрбыларым бар, күйеулері басқа ұлттан. Енді адамның жаманы жоқ қой негізінде, жаңағы ұлттың жаманы жоқ дейді мысалы. Сондықтан да менің ойымша енді әр адамның өзінің пікірі. Енді мені үйде солай тәрбиелеген. Жалпы қазақ жігітіне ғана тұрмысқа шығасың. Жалпы мен қазақи тәрбиеленгем. Сіз шалыс естіген жоқсыз. Жұбаныш Жексеннің тұңғышы итальян қызын келін етіп түсірді. Қазақ қызынан да бетер қазір өзін көрсетіп жатыр. Сол себепті мен ешқандай өкінбеймін. Оғанда әкемнің атына кір келтірдім деп те айта алмаймын. Алайда, жат елге келген жас келінге қазақы тәрбие алған отбасына сіңісу оңай болмаған анық. Оның үстіне ата енесімен тұрады. Екеуі қазір дос болып кеткен, сырлас екеуі. Аллаға шүкір, түсінісіп. Қазір келін қазақша бірталай біліп қалды. Барлығы жақсы, шайын құйып береді. Таңертең сәлем салады. Алла берген бір қызым бар. Кеше ғана 1 жасқа толды. Қызымның есімін атасы қойды, Ләйлім. Бір кездері ұлының шетелден келін алуына қарсы болған атана немере сүйген жайы бар. Шаңырақ мәселесін алда жалғастырамыз. Эксклюзив. Араққа жоламаңдар. Мақпал Жүнісова некені бұзатын жайттарды атады. Үйге кеш келеді, үйге қонбайды. Сосын енді арақ ішіп алған адам. 91 тобы күйеу бала болуға асық. Таңдауы кімге түсті? Кішпейіл және махаббатқа толы адамдар. Ғани ұсталды. Оқиғаның мән жайы қандай? Не қыласың? Бұл туралы сұрама деп айтты ғой мен саған, Жанболат. Халық ақыны Мұхтар Шаханов хайп қуған әншілерге шүйлікті. Әнді берді қатыным деген. Тыңдаудың өзі ұят. Дау туғызған әннің орындаушысы істі неге жылы жауып қойды? Ерсілік бар деп ойламаймын. Қазақтың ол төл сөзі. Продюсер әншіге тісін қайрап отыр. Батырлар ұранын айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа кесек сіздікі. Иә. Ай орындаушы құрттың ғой тағы. Зиялы қауымға тағы бір ән жақпай қалды. Бірақ кейбіреулері бұл әнді мақтап жатса, кейбіреулері даттап жатыр. Талғамға талас жоқ. Дегенменен сын айтылу қажет. Ол өзін мақтай бергенді ұнатпайды. Өмірде ерніме арақ тимеген жазушымын деген Мұхтар Шаханов бүгінде қоғамдық жұмыстардан бұрын шығармашылықты басты орынға қойған. Жасы 80-ге жоқтап қалған қоғам қайраткері отандық телеарналарда шырқалып жүрген әндерге көңілі толмай жүр. Қазір ешкім тексермейді. Кім ақша берсе, соны береді. Соны мәнін береді. Соның сөзін береді. Талантты ақын, кемеңгер философ, Алашұлын тобындағы Әзімбек Байлиннің орындауындағы әнді сынап тастады. Жуырда бір қатыным деген ән шықты. Әнді берді, қатыным деген.
Енді тыңдаудың өзі ұят, өте бір ыңғайсыз жағдайда қалады екенсің. Қазір кезеңде ырбикүлдер мен жырбибайлар қатып кетті. Басып қалсаң түкке тұрмайтын, мағынасы жоқ, мазмұны жоқ әндер беріліп жатыр. Оның көпшілігін өздері жасалар екен, сөздерінде өздері жасалар екен. Ыңғайсыз жағдайға қалдырған әнші мен ақынның бұл мәселеге қатысты не айтары бар? Ол туралы алда білетін боласыздар. Еске сала кетейік, халық ақыны Мұхтар Шаханов Алашұлы топ әншісі Әзімбектің әнін сынап тастады. Жуырда бір қатыным деген ән шықты. Әнді берді, қатыным деген. Енді тыңдаудың өзі ұят, жаңағы әнді. Енді өте бір ыңғайсыз жағдайда қалады екенсің. Билеші биле тартынба, тыңдашы тыңда алтында. Оңайсың қатын, оңайсың, көңілді осы қалпында. Осы мәселенің мән-жайын білмек үшін жүргізушіміз Жанболат Найзабек қатыным әнінің орындаушысы мен авторларына іздеу салған еді. Бағалап балам бағына, сөзіңе көзіңе өзіңе, ғашық боп қалдым тағы да. Иә, құрметті көрермендер, білесіздер, атақты жазушы Мұхтар Шаханов Әзімбек Байлин бауырымның қатыным деген әнін сынға алған болатын. Неліктен сынады оны? Неге қатыным деген сөз жаман деді? Оны өсектемей, әркімнен бір сұрамай, мен Әзімбек Байлиннің өзін қазір ұстап алдым. Өзінен сұрайықшы соны. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдай, Әзімбек? Денсаулық қалай? Көңіл күй жақсы ма? Енді Мұхтар Шаханов ағамыздың осы әңгімесі жайлы не айтасың, өзің бір ауыз айтшы, халыққа білсін. Мен ол әңгімені қазір ғана естіп отырмын, өздеріңізден естіп отырмын. Енді қатын деген сөзде мен бір ерсілік бар деп ойламаймын. Қазақтың ол төл сөзі, кірме сөз емес. Керісінше мына әйел деген сөздер кірме сөздер жатады. Қатын деген өзіміздің төл сөзіміз. Қатынды байсам шамданба, бұзылмай жеткен бүгінге, бабадан қалған заң барды. Қатыным деймін құрметтеп, ойымда қазақ қандырда. Енді бұл тақырыпты жазар алдында да көп ақындармен сөйлестім, ақылдастым, жаңағы ұстаздармен де ақылдастық. Көп әйелдерге байланысты әндер көп, жарым, күнім, айым, ботам деген әндер көпті. Оның елдің бәрі қолданады. Ал енді елде елең еткізетін, бір сондай төл сөзімізді қайтадан бір жаңғыртатын, осындай қатын деген сөзге неге сөз шығармасқа деп, осыны ақылдаса келіп жаздық. Ақын демекші бұған қатысты әннің сөзін жазған айтыскер азаматтың жауабын тыңдап көрейік. Иә, жаңа ғана Әзімбек Байлиннің қатыным деп елді шулатқан ән туралы айтқан болатын. Енді өте бір ыңғайсыз жағдайда қалады екенсің. Мұхтар Шахановтың пікірі туралы. Енді біз сол пікір туралы ойды әншіден емес, сол әннің сөзін жазған ақынның өзінен сұрасақ деп отырмын. Айтбек мырза, ән туралы бір ауыз айтып өтсеңіз, неге қатыным деп жаздың? Енді бұл әнде шыққаннан бастап кейбіреулер дұрыс деді, бұрыс деп сынап жатқандар да жоқ емес. Бірақ қатыным деген қолданыстан шығып бара жатқан сөз. Және ол сөздің ешқандай бір әбестігі жоқ. Шын мәніне келгенде ол қатыным, Әзімбек те айтып жатыр. Қатыным ол тарихтан алса да, қай заманда да ол статус болған, яғни бір мәртебе. Елдің анасы, еліне үлгілі, сыйлы және қаған деген болған, солының ақылшысы, кеңесшісін қатын деп атаған болатын. Сондықтан ол қатыным дегенде тұрған ештеңе жоқ. Және бұл әнді сынауы мүмкін. Үлкен ағаларымыз бар өнердегі, өлеңдегі. Бірақ атын естіп қатыным деген осындайда ән бола ма? Мұны кім жазған, қызық екен, енді басқа жазатын ән таппай қалды ма, басқа тақырып қалмай қалды ма деп, ол әннің тақырыбы қатыным нес деп дөрекі сөз болып естілуі мүмкін. Бірақ егер әннің сөзін толық естісе, әннен егер үлкен кісілер дұрыс ести алмай қалса, сөзі де бар, жазылған оқыса, ешкімге әңгіме етпейді деп ойлаймын. Арамшыл Әзімбек Байлин бұл дауды жақсылыққа жорып қойды. Бір жағынан бір қуанышты сезімде тұрмын, себебі сонда үлкен бір аты дарды, үлкен тұлға осындай біздің әнімізге, сөзімізге елең етіп бір жанашырлық білдіріп жатса, ол кез келген жас әнші үшін жақсы бір жаңалық деп ойлаймын. Құлақты үйрете берейік дедіңіз ғой? Құлақты үйрете берейік. Енді бір менде болды, осы әнді шыққаннан кейін елдің бәрі, ой, неге шығарды, басқа тақырып таппай қалды ма, неге қажеті бар деген ой болады шығар деп ойлағам. Бірақ енді көпшілік бір жаңағы
қуаныштарға барған кезде, жаңағы ютубтың астындағы комментарийларды оқыған кезде елдің барлығы керісінше қолдап, мінекей осындай сөздерді шығару керек деп, керісінше оң пікірлерін білдіріп жатқанына мен шын жүректен қуаныштымын. Мысалы, Әзімбек екеуміз Жүргенов академиясын оқыған кезде мынандай нәрсе бар. Егер де қандай болсын спектакль болмасын, қандай кино шықса, оған сын айтылса, ол дегеніміз? Ол деген жақсы енді айтады ғой, қазақта сөз бар. Ер жігіт өсекке ілінбей, есепке ілінбейді дейді. Көрдіңіз бе? Дұрыс айтады. Ал сөз арасында Әзімбек Байлин шығармашылығына байланысты сенсациялық мәлімдеме жасады. Ол туралы алда білетін боламыз. Эксклюзив. Араққа жоламаңдар. Мақпал Жүнісова некені бұзатын жайттарды атады. Үйге кеш келеді, үйге қонбайды. Сосын енді арақ ішіп алған адам. 91 тобы күйеу бала болуға асық. Таңдауы кімге түсті? Кішпейіл және махаббатқа толы адамдар. Ғани ұсталды. Оқиғаның мән-жайы қандай? Не қыласың? Бұл туралы сұрама деп айтты ғой мен саған, Жанболат. Продюсер әншіге тісін қайрап отыр. Батырлар ұраны айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа кесілік сіздікі. Иә. Отбасы, ошақ қасы туралы мәселе бітер ме? Ол туралы дастандар да жазылып, тренингтерде өтіп жатыр. Ал қазір халық әртісі сіздер үшін неке сақтау туралы тегін тренинг өткізеді. Елімізде әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады. Отбасы институты мамандары мұның түрлі себебін алға тартып отыр. Ал еліміздің халық әртісін бұл жайт алаңдатады. Неке бұзылмасы үшін қайтпек керек? Өзі айтсын. Жастардың ажырасуы әртүрлі жағдайға байланысты ғой. Қазір көбінесе енді естіп жатамыз. Мынау барған жерінде анасымен тіл табыса алмайды жігіттің. Көп ұйықтап үйренген қазіргі жастар еңбекке баулымаған, соның кесірінен деп ойлаймын. Абытауға қоныңдар, болсын дайын өмір бал, қол ұстасқан қос ғашық, шын бақытты болыңдар. Біздің заманның жастарын ата-анасы ерте тұрғызып, үйдің тірлігіне, даланың тірлігіне барлығына үйреткен ғой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның шіленбей деген сияқты Абай атамыз айтқандай. Сондай біз еңбекпен өскеннен кейін сол заманда түскен келін де таңертең ерте тұрудан жалықпайтын, күні бойы үйдің тірлігін жасап, баласында туып үлгеріп, оны бағып үлгеріп, ата-енесіне де мейіріммен қарайтын сол кезде. Қазір қатыгездік көп. Мақпал Жүнісова сондай-ақ екі жастың дәм тұзы жараспауына ата-ананы да кінәлайды. Қатты бір ауыз сөз, енесі бір қатты сөз айтып қалса, соны көтере алмай қалады екен. Қазір кім кінәлі? Ата-ананың өзі кінәлі. Ата-ана өзінің баласына сондай тәрбие беріп, әй қызым-ау, сен барар жерің ертең басқа, сен жат жұрттықсың, ертең барған жеріңде сен ерте тұрып ата-енеңнің жағдайын жасап, күйеуің жағдайын жасамасаң, ертең қайтып ораласың деп, осы күннен бастап қызды солай тәрбиелеу керек. Сөз арасында халық әртісі мұндай жағдайлардың өзінің басынан өткенінде жасырмады. Сондықтан ер азаматтар жаман әдеттен аулақ болса екен дейді. Өзіміздің отбасымызда да сондай болған. Енді сонда көбінесе енді айтады ғой, арақ ішеді дейді ғой. Еркектер арақ ішеді, үйге кеш келеді, үйге қонбайды. Сосын енді арақ ішіп алған адам енді сау болмайды ғой енді. Өзі қыз тәрбиелеп отырған күміс көмей әнші қызының болашағы үшін алаңдайды. Сондықтан Мерей Заманбек қызының тәрбиесіне қатал екенін жасырмады. 91 тобы күйеу бала болуға асық. Таңдауы кімге түсті? Кішпейіл және махаббатқа толы адамдар. Ғани ұсталды. Оқиғаның мән-жайы қандай?
неғыласың бұл туралы сұрама деп айтты ғой мен саған Жанболат. Продюсер әншіге тісін қайрап отыр. Батырлар ұранын айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа кесілік сіздікі. Иә. 91-ға қайтып оралайық. Сонымен 91 тобының ғұмыры қанша уақытқа созылады? Жігіттер тезірек күйеу жігіт атануға асық. Осы сұрақтардың жауабын білетін кез келді. Недеген бітпейді, айтпашы өкпеңді, саған не жетпейді. Көзқарақты көрермен кью-поп ол белгілі бір бағыт, стиль, жанр. Сөздері кейде түсініксіз. Әндердің орындаушылары кью-поп дегеніміз не деген сауалға ойланбастан бұлай деп жауап қойған. Жанр о жерде андай не жоқ, рэп, рок, тағы басқа деген сияқты о жерге бәрі кіре бере алады. Кью-поп деген бөлек жанр емес, кью-поп деген тек толқын. Сондай мәдени толқын. Соңғы кезде андай ой бар сияқты, кью-поп деген андай әндерде. Қазір біз интервью беріп тұрмыз, деген сияқты. Мен сондай деп тұрасың. Біз айтқымыз келіп кетеді, ондай емес. Кью-поп деген ол жалпы әндер, жалпы біздің поп деген популярный деген сөзден шыққан сөз. Еліктейтін болсаңдар жай істейік, сендерді біз жақта мәй істейді деп өздерін Өмір сүреміз кәдімгі жастар сияқты қалай өмір сүреді, солай өмір сүреміз. Жұмыс істейміз, демалуды ұмытпаймыз. Жұмыс жағын айтатын болсақ, ән жазу, хореография тағы басқасынан бөлек, тағы да басқа шеттегі жұмыстар өте көп. Бірақ орын білудің қажет емес. Топ Иглздарын осылай қуантты. Сахнадан кетпейтінін мәлімдеді. Және өздерінің ұстанған бағыты жайлы айтып мақтанып алды. Әлемдік практикада өкінішке орай кью-поп жоқ, бірақ та әлемдік практикада кью-поп болатын болса, ол нәрсе жасқа қарамайтын болады, ол нақты нәрсе. Себебі кью-поп ол жалпы жаңа концепция, жалпы жаңа нәрсе, жаңа түсінік, жаңа көзқарас. Сол үшін біз үшін өнер жалпы жасқа қарамайды, өнер жасты шығарады. Тілшілермен кезекті жүздесуде 91 тобы ашылып еш нәрсе айта алмады. Фанаттарын жоғалтып алмас үшін бәрін құпияда ұстаймыз деп сөзін қысқа қайырды. Қызық болу керек. Ашыла берсек қызық болмай қаламыз ғой. Ұстап тұру керек. Құпия жүріп тұруды жаны жақсы көретін жігіттерге қандай қыздар ұнап жүр? Машинасы бар қыздар. Машинасы бар қыздар болса қабылдасыңыздар. Әзіл сөз күлмекке жақсы. Шын деп қабылдаса, көлігі жоқ, бірақ сіздерге ғашық қыздарға қайтпек керек. Жарайды, таңдау өз еріктеріңізде. Сіздер үшін жанқияр фанаттарыңыз көп пе? О жағын біз білмейміз, біз аналитикамен айналыспаймыз, себебі ондаймен айналысатын бөлек адамдар бар, о жағынан біз жауап бере алмаймыз. Продюсер әншіге тісін қайрап отыр. Батырлар ұранын айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Ғани ұстауда. Оқиғаның мән жайы қандай? Неғыласың бұл туралы сұрама деп айтты ғой мен саған Жанболат. Ащы шындық. Абайдан гөрі 91-ның әндері жатқа айтылып жүр. Сен күштісің, бірақ ең емес. Сен байсың, бірақ ең емес. Әппа демін, бірақ ең емес. Сен мен емес, мен емес. Бәрекелді, енді Абай Құнанбаевтың бұршыма өлең айтып аласың. Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа кесілік сіздікі. Дизайнердің денесінен қан шықпады. Қатыным деп ән салып, халық ақыннан сын естіген Әзімбек Байлин сөз арасында топта жүрген кезімде деп қалды. Сонда қалай болғаны? Сері түбегейлі Алаш жолынан кеткені ме?
Міне сенсацияның көкесі. Өздеріңіз қазір ғана естіп отырсыздар, құрметті Алаш ұлының жан күйерлері. Я сіздерге қалай айтсам болады, өкінішті жаңалық естігендей болып тұр. Әзімбек, біз естіп жатырмыз. Алаш ұлы тобынан кетті деп. Неге? Неліктен? Енді қазір біз білеміз, өнердегілер жалпы қалай кеткен, не болып жатқан, тартыс болған бір нәрсе, бірақ қарапайым халықтың көкейінде ақша бөлісе алмай қалды деген әңгіме білесіз, бірінші рет. Сонымен Алаш ұлы тобының тағдыры не болмақ? Продюсер Назгүл Қарабалина Әзімбектің шешімін қалай қабылдады? Алаш ұлы батырлар ұранын айтатын, қазақпын дейтін, рухты әндерді айтатын топ. Ол бағыт ақша таппайтын бағыт, оны тойларға шақырмайтын бағыт. Мәселе ода емес. Мәселе міне Фариза сол кезде жазды, қандай өлеңдер, жырлар жазды. Бүгін ол өлген жоқ, ол әрі қарай өмір сүріп жатыр. Алаш ұлыны бүгін тойға ешкім шақырмайтын шығар, ол көп ақша таппайтын шығар. Бірақ оны келешек ұрпаққа біз қазақтың қазағы кім екенін білдіретін сол әндер болады. Қазақ сахнасында өзіндік орны бар. Алаш ұлы тобының құрылғанына 10 жылдан асты. Осы уақыт аралығында топ бірақ мәрте құрамын өзгерткен еді. Ұшқын Жамалбектің артынан Әзімбек Байлиннің топтан кету туралы шешім қабылдаған. Бұл туралы сері тұңғыш рет айта берсін бағдарламасында мәлімдеді. Білмейміз, бір сағаттан кейін, бір айдан кейін, бір жылдан кейін, енді көзді ашып жұмғанша 2009-дан бастап 10 жылдың қалай өткенін де байқамай қалдық. Бірақ Аллаға шүкір 10 жылдың ішінде үлкен елдің алдында абыройға да бөліндік деп ойлаймыз. Себебі бір емес, екі қалада концертімізді бердік, Алматы қаласы, Астана қаласы. Қалай кеткен, не болып жатқан, тартыс болған бір нәрсе, қарапайым халықтың көкейінде ақша бөлісе алмай қалды деген әңгіме білесіз ғой, бірінші рет. Сондықтан осы халыққа Алаш ұлы тобынан неге кеткеніңді, неліктен және олармен ара қатынасын қалай бір ауыз айтып берсең. Көбісі ойлайды, бір топтан кеткен кезде жаңағы шын өзіңіз айтпақшы, келісе алмай қалды, бірдеңе болмай қалды, ұрыс керіс болды, жанжал болды деген сияқты енді топ болғаннан кейін болады ғой. Бірақ бізде ондай жоқ. Бізде барлығы бауырым алдық, барлығын сөйтіп келісіп, пішіп жасадық. Бірақ енді ештеңе өмірде мәнді емес. Алдымызда не болатынын білмейміз. Бірақ енді кей кезде топпен жүрген кезде бір мүддеге бір тәуелді болып қаласың. Алашұлының өзі шырқайтын әндердің барлығы рухани, патриоттық әндер. Ал кей кезде бір жаңағы махаббат лирикасындағы әндер шырқағым келеді. Жаңағы өзім жеке репертуарымдағы әндер бар. Ол әндер топқа сәл кішкене келмейді. Қай әнші болсын біздің топта, егер де ол бағыттан ауытқитын болса, оны дәл сол Әзімбек сияқты сол жолмен кетеді. Сондықтан да жігіттермен де келісіп, продюсеріміз Назгүл Қарабалинамен де келісіп, осылай жеке шықсам қалай болады деп, ол кісілер менің ұсынысымды қолдап, менің орныма тағы да қазақтың бір талантты өнердегі бауырым келді деп есептеймін. Берік Атаханов деген бауырымыз, бұл жаңағы тобымыздағы жаңағы Ерзат бар ғой, кішіміз, кенжеміз, соның группаласы, өзімнің шәкірдім. Әншінің сөзіне сенсек, ол топтан өз еркімен кеткен. Алайда продюсер бұл ақпаратты растаған жоқ. Біріншіден, Әзім шығып кеткен жоқ. Әзіммен біздер контрактты тоқтаттық. Себебі формат деген дүние бар. Алаш ұлының өзінің ұстанған бағыты, форматы бар. Әзімбек өкінішке орай форматтан тыс әрекеттер жасады, әндер жазды. Енді батырлар ұранын айтып отырған адамға қатыным деген ән ешқандай сыймайды. Топтың бағытын бұзуға ешкімге рұқсат бермейді. Енді Әзімбекке жеке шығармашылығын дамытудан басқа амал жоқ. Бірақ енді қараш, Алаш ұлының негізін қалаушы адамның бірісің ғой өзің. Енді Алаш ұлынан кеткеннен кейін ары қарай Алаш ұлы тобының аяқ алысы уайымдата ма, шыныңды айтшы? Аяқ алысы уайымдатады. Себебі Алашұл деген кезде бірден ел бұл топтың тарағанын қаламайды. Керісінше үлкен ғұмыр жасағанын қалайды. Патриоттық әндер қазір керекті. Әрине ғұмырлы болған мен де қалаймын, мен де уайымдаймын. Бірақ енді тілекшіміз ғой бір-бірімізге. Енді қашаннан бастап Ринго тобына кірейін деп жатсың? Әзілдеп жатырмын. Рахмет. Аман жүр, творчестволық табыс тілеймін. Денің сау болсын, ауырма. Эксклюзив. Жадо сырқатына ем іздеп жүр.
Танымал дизайнердің денсаулығында кінәрат бар. Хорошо. Омыртқа қисығы сіздікі? Иә. Дизайнердің денесінен қан шықпады. Ғани ұсталды. Оқиғаның мән жайы қандай? Неғыласың? Бұл туралы сұрама деп айттым ғой мен саған, Жанболат. Ащы шындық. Абайдан гөрі 91-ның әндері жатқа айтылып жүр. Я сен күштісің, бірақ ең емес. Я сен байсың, бірақ ең емес. Әппа деме, бірақ ең емес. Сен мен емес, мен емес. Бәрекелді, енді Абай Құнанбаевтың дұршыма өлең айтып аласың ба? Өнер жұлдыздарына ескерту, киімсіз қалып жүрмеңіздер. Себебі Жадоның өзі қорқып, халықтан жасырып жүрген сырқаты бар екен. Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деген нақыл сөзді ұмытып, қазір қандай ем қабылдап жүр екен? Әлеуметтік желіде бұл ханымға аяқ қолың балғадай, жүзің бұлбұл жайнап деп мақтау айтатындар көп. Алайда барлығы олай емес болып шықты. Соңғы кездері Жадоның денсаулығы сыр беріп жүр. Оның себебін Бикеш сезгелі қашан. Қазіргі білесіз ғой, заманға байланысты дұрыс тамақ жемейміз, дұрыс ұйықтамаймыз, күні түні әрі бері шапқылаймыз, бір қаладан екінші қала демек. Ол дәстүрлі емес медицина мамандарына барып, денсаулығының сыр беріп жүргенін айтты. Дәрігер бісмілләсін Жадоның ішек құрылысын тексеруден бастады. Как у вас с внутренними органами? Білмеймін, енді жақсы деп ойлаймыз ғой, бірақ менің ойымша онша жақсы емес деп біліп барам. Значит, ну здесь у вас, видите, идет застой кишечника, поэтому у вас и плохо. Жадо сәл ауырса, дәрігер іздеп сабылмайтындардың қатарынан. Десе де Бикештің жүрегінде кінәрат бары бұрыннан белгілі. Тіпті сол үшінде бір кездері бейбелеуден бас тартқан. Бұл жолы дәрігердің қойған диагнозы Жадоның көңіл күйін бұзды. Соңғы кездері бас ауырып, балтыры сыздап жүрген Жадо ханым дәрігерлерден көмек сұрай келген. Дәрігер кеңесінде Жадо күтпеген диагноз десті. Хорошо. Омыртқа қисық сіздікі? Иә, омыртқа қисық, содан у вас остеохондроз идет. Поэтому қолы еді, басы ауырады. Осылайша танымал дизайнер уақытты созбай ем-дом шараларын қабылдауға кірісті. Кейбір дәрігерлер бұл процедураны құп көрмегенімен, дәстүрлі емес медицина оны кеңінен қолданады. Мен қарап отырмын, күн сайын нашарланып бара жатырмын да. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір бүгін жасау керек бұл дүниені. Мен шын айтқанда шет жағасынан білетінмін. Себебі өткені енді әрине біз жаңағы адам болғаннан кейін дәретіміз дұрыс емес, немесе денсаулығымыз бас ауру дегенде. Алайда емхана төсегінде жүргізілген емдеу шарасы соңына дейін көңілді өткен жоқ. Бисмиллахиррахманиррахим. Ну, дискомфортно, да, чувствуется. Біреуді ұрған жақсы екен, оданшы. Жарты сағатқа созылған ем-дом шарасы кезінде Жадодан қан шықпай қойды. Бұл қуанатын жағдай емес дейді. Себебі дизайнердің қаны тым қою. Енді Нұр-Сұлтанға көшкендіктен енді естіп жатқан шығарсыздар, қазір мысалы сән үйі бар дегендей, реста бар, спа, фитнес, соның бәрін алып жүру оңай емес еді. Содан шығар жүйкеміз тозған. Ем аяқталды. Алайда ет жемесе көңілі көншімейтін Жадоға ауыр тамақ пен алкоголь сусындарын ішуге тыйым салынды. Пижамадан кейін ауыр тамақ жемейді, тамақ жейді, сүтті жемейді 2-3 күн, қою ауыр тамақ ет жемейді. Біріншісі сол бас ауру ғой. Бас ауру, бел, өткені көбінесе мен жолдарда неде ұшақтан емес, көбінесе машинамен, көлікпен жүргенде ұнатамын. Сол себебі бел мен арқаға кететіні бірінші. Содан кейін енді арғарты ішкі құрылыстар. Ащы шындық. Абайдан гөрі 91-ның әндері жатқа айтылып жүр. Я сен күштісің, бірақ ең емес. Я сен байсың, бірақ ең емес. Әппа деме, бірақ ең емес. Сен мен емес, мен емес. Бәрекелді, енді Абай Құнанбаевтың дұршыма өлең айтып аласың ба? Ғани ұсталды. Оқиғаның мән жайы қандай? Неғыласың? Бұл туралы сұрама деп айттым ғой мен саған, Жанболат.
Анашым, ана жаным, аяла алақаным. Олар үйде ғана емес, сахнада да бірге жүр. Өнер иелері бүгінде той бизнеске білек сыбана кіріскен. Анашым, ана жаным, мейірбан бала жаным. Елі зайыптаншылар бір сырды жасырып жүрген сияқты. Оны білмек үшін дуэтке іздеу салған едік. Алайда отанасы бұған қатысты мардымды жауап бере алмады. Енді осы Ботағаным, сіз өзіңіз жеке ән айтып, тойларда қыздар ұзатып жүр дейді, сол рас па? Иә, Аллаға шүкір рас. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Мені үлгі тұтып, қызымыз сізге тартсын, сіз секілді бақытты қыз болсын деп ырымдап шақырып жатса, мен оған өте қуанамын. Аллаға шүкір, қазір жеке ән айтып жүрмін, қыздарды ұзатып жүрмін. Бәрекелді, тойларыңыз көп болсын, ең бастысы. Енді тағы бір сұрақ қойғым келіп тұрса, Ғани ағам ұсталып қалыпты ғой, иә? Не? Басқа сұрақ қой, түсірмеші кім? Өшірші. Жоқ, түсіремін. Сұрама деп. Жауап берді саңыз, шынымен ұсталып қалды ма? Не қыласың? Бұл туралы сұрама деп айттым ғой мен саған, Жауап бере салсаңызшы? Жауап бере салсаңызшы шынымен. Сондай болды ма? Бұл туралы айтпаймын. Жоқ, шын. Жоқ. Тағы кім бар ұсталып қалған? Жоқ, Ботағаным, сіз түсінбей қалдыңыз. Жауап беріңізші, пожалуйста. Бәрі жақсы болады. Ей, қойдар болды. Бәрі орнына керек, көресіз. Өзіме де сол керек. Іштен. Басым айналып, жүрегім қысып тұрған. Жүрегім айнып тұр. Ал отағасы үндемей қалмас. Міне, Ғани ағамызда тауып алдық. Ал, Ғани аға. Не ағылаңдып жүрсің? Енді бір сондай бір күшті бір сұрағым бар еді. Ұсталып қалыпсыз ғой, Ұсталып қалдым. Қалай болды? Енді 120-мен басып жүрсең қаланың ішінде ұсталып қалмаған не қаласың? Гайге ұсталып қалдым, гайге. Май қызметкеріне ұсталып қалдыңыз ба? Жеңгем неге жындайым жүр? Енді таксимен жүру оңай дейсің бе, енді ары-бері машинамен бірге екеуміз күнде жұмыстарымызды бітіріп жүретік. Енді күнде такси заказ беріп, қазір де такси заказ беріп келгенше. Ой, бұл май қызметкеріне ұсталып қалған, құрметті көрермендер, дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Тезірек шешіліп кетсін енді. Ащы шындық. Абайдан көрі 91-ның әндері жатқа айтылып жүр. Я сен кішісі Рахим емес. Я сен байсың Рахим емес. Енді Абай Құнанбаевтың дұршыма өлең айтып аласың ба? Білмеймін. Мұна бүлдіршінің жасы 5-те. Ол 91 тобының фанаты. Кезекте концертке қыз бала анасымен келген. Қатты жақсы көрем. Өйткені ол күшті өлең айтады. Осы күндері моралист ақын ғұлама Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына қызу дайындық жүріп жатыр. Осыған орай біз 91 тобының жанкүйерлеріне ақынның өлеңдерін жатқа білесіз бе деген сауал қойған едік. Алынған жауап көңілі көншітпей. Абай Құнанбайұлының бір өлеңін оқып бере аласыз ба? Абай Құнанбай? Абай Құнанбайұлының бір өлеңін білесіз бе жатқа? Жоқ. Я сен кішісі Рахим емес. Я сен байсың Рахим емес. Апа деме бірақ ең емес. Сен мен емес, мен емес. Бәрекелді, енді Абай Құнанбаевтың дұршыма өлең айтып аласыз ба? Білмеймін. Алмас, Абай Құнанбаевтың бір өлең білесіз бе жатқа? Өлең емес, енді көзімнің қарасын білем. Абай Құнанбайұлының бір өлең білесіздер ме жатқа? Жақсы білмеймін. Менің апта бойы қиналып, шаршап жинаған ақпараттарым сіздерге ұнаса, онда әр сенбі сайын айта берсінді бірге тамашалайық.